Енді қазақ жігіт табылмады ма дегенде Senin болмады? Bilmiyorum. жігіттің ақшасы менде ғой, мен ұстаймын ғой ақшаны. Настроениесі түсіп кетті нәскидің түбіне. Sende sabırlık var. Сарказм ба? Басында енді енемен Google переводчикпен сөйлесіп сондай. Сәлем достар. Selam dostlar. Каналыма қош келдіңіздер. Көрермендерімнің сұрауы бойынша осы Ерген екеуміздің таныстығымыз туралы видео түсіру керектігі ойымда болды. Сол жаңағы уақыттың ыңғайына қарай бүгінге осылай ыңғайы келіп тұр екен. Егер де менің каналымды көрмеген жаңа көрермендер болса, таныстырып өтейін. Жалпы менің есімім Салтанат, жолдасым Ерген. Біз Түркияда Коне қаласында тұрамыз. Отбасы болғанымызға 1,5 жылдан сәл асты. Бірінші сұрақ әрине барлықтарыңызды қызықтырады. Қай уақытта таныстық, қашан, қай уақытта, қай жерде, және осы сұрақтарға жауап берсең Ерген. Biz ne zaman ve nerede tanıştık? Biz 2015 yılında Wikicontact aracıyla internette tanıştık. Біз 2015 жылы ВКонтакте деген әлеуметтік желіде таныстық. Hangi gün? Қай күн? Hangi gün? Bilmiyorum. Ай, biliyor musun en azından? Bilmiyorum der. Қай күні десем білмеймін дейді. Bilmiyorum. Ayda. Eylül'dü galiba. Eylül. Değil miydi? Doğru. Eylül'dü. Дұрыс. Қыркүйекте. Айды ұмытпапты, бірақ күнін ұмытыпты. Енді еркектер солай ғой, ондай детальдарға көбіне мән бере бермейді. Жалпы менің өзім өте жақсы есімде бар. Бұл 19 қыркүйек күні 2015 жылы таныстық. Ерген ВКонтакте желісінде маған жаңағы дос болуға ұсыныс жасады. Ол жерде қалай болды? Біз ортақ бір группа болатын, ағылшын тілін үйренетін. Сол жерде де ол да бар екен, мен де бар екенмін. Сол группадан мені тауып, маған дос болуға ұсыныс жолдады. Негізінен бастапқыдағы сөйлескеніміз жаңағы ешқандай бір романтикалық тұрғыда, жаңағы романтикалық сипаттағы сөйлесу болмады. Тек ағылшын тілін үйренейік, соны практика жасайық, жаңағы тәжірибе болсын, ағылшын тілімізді жаңағы деңгейін жоғарылату мақсатында, разговорный речь дейді ғой, ауызекі сөйлеу, соны жақсарту мақсатында сөйлескен болатынбыз. Doğru mu? Öte dürüst. Өте дұрыс. Kazakistan'a ilk 2017 yılında sanırım Ekim ayıydı. Ekim ayında gittim. Orada yoldaşımla tanıştım. Tabii o zamanlar aramızda hiçbir şey yoktu. Bir his falan da yoktu. Sezgi de yoktu. Sadece arkadaş olarak tanışmıştık başta. Arkadaş olarak gittiğimde Kazakistan'da 2017'de Almaty şehrinde sanırım 3-4 gün kalmıştım. Ve o zaman da birlikte vakit geçirmiştik işte arkadaş olarak. Daha sonra ben tekrar döndüm ülkeme. Яғни біз 15 жылы таныстық әлеуметтік желіде. Сонымен 2017 жылы мен ол кезде Алматыда жұмыс жасап жатырмын. Ерген айтты, мен қыдырып келейін деп едім деді. Сол кезде келді. Ол уақытта да ешқандай бір романтикалық бір сипатта сөйлесу болған жоқ. Тек қана достар ретінде көрістік. Яғни жүзбе-жүз бірінші рет жаңағы бір-бірімізді шынайы өмірде алғаш рет 2 жылдан соң көрдік. 2017 жылы сол Алматының әдемі жерлерін көрсетіп қыдырттым. 5 күндей шамамен уақыт болды, демалды, жүрді, қыдырды, тауға шықтық. Жаңағы әдемі жерлеріне, музейлеріне кірдік. Жаңағы Алматының сондай бір мәдени бір қыдырыс болды деп айтсақ болады. Екеуміз айтып өткендей, тек қана ағылшынша
сөйлестік. Өйткені мен түрікше түсінбеймін, түсінген жоқпын, білген жоқпын. Эргюн де жаңағы қазақша білген жоқ, орысша тілді де түсінбеді, сондықтан ағылшын тілінде сөйлестік. Сөйтіп қыдырып 5 күн уақытта өз еліне оралған болатын. Ondan sonra arkadaş olarak aynı konuşmaya devam ettik internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, Wikicontact ya da WhatsApp üzerinden. Ondan sonra 2019 yılında hangi aydaydı? Haziran. Haziran'da Haziran'da Saltanat İstanbul'a geldi. O zaman tekrar buluştuk. İstanbul'da bir hafta geçirdi. Одан кейін тағы да арада 2 жыл салып 2019-да жаз айында осы бір аптаға мен Стамбулға келуді жөн көрдім. Стамбулды көрейін, жер көрейін, ел көрейін деп жаңағы жазғы отпускымды алып сол Стамбулға келдім. Ол да жаңағы одан бұрын мен қалай Алматыда оны қыдыртып әдемі жерлер, музейлер, жаңағы мәдени шолу жасасам, ол да дәл солай қонақ ретінде қарсылап алды, қыдыртты, екеуміз жүрдік Стамбулдың әдемі жерлерінде уақыт өткіздік. Сол кезде Қазақстанға оралған кезде Эргюн маған кішкене басқаша көңілмен қарайтынын білдіріп бастады. Жалпы сондай бір әңгімелер болды арамызда, мүмкін достықтан, енді 4 жылдай уақыт бір-бірімізді танимыз, достықтан да кішкене жоғары деңгейге өтсек болмай ма дегендей сұрақтар туындады. Doğru mu? Dürüst. Түсіндің ба? Түсіндім. Эргюн қазір негізі қазақ тілін үйреніп жүр, сондықтан түсініп отырған болу керек. Мен не айтып жатқанын түсіндің ба? Түсіндім. Сөйлесіп көреміз ба мүмкін деген сияқты сұрақтар туындай бастады. Алғашқыда мен жоқ деп, жаңағы тартыншықтап сондай болды. Мамама да айтқан болатынмын, осылай Эргюн осылай айтып жатыр деп. Анам да айтты, енді қазақ жігіт табылмады ма дегендей, сондай кішкене жаңағы ойын білдірді. Неге қазақ жігітке тұрмысқа енді араларың жақсы болып кетсе шетелге кетесің ба, сонда қалай болады? Кішкене қарсылығын білдіргендей болды. Мен өзім де бірақ ондай қатты қаламадым. Бір жағынан барлығын ақылмен, оймен сараптап, ол жаққа қазір сөйлессем де барлығы жақсы болып кетсе, мен ол жаққа қалай барам? Сондықтан менде де бір жағынан сезім де болмады. Ондай Сезім болmadı? Biraz ilk başta diyorum. Sesim olmadı. Yani ilk başta diyorum başında tabii olmadı ki. Biraz şimdi daha fazla oldu yani biraz. Doğru mu? Dürüst. Sesim olmadı mı acaba? Жаңағы сұрақ қойып жатыр ғой маған. Мен айтып жатырмын, я басында енді сезім болған жоқ қой менде. Ер бала болғасын, онда көбірек сезім болды. Менде тек дос ретінде енді былай одан артық кішкене көре алмайтындай болдым. Және оған тағы бір себеп жас айырмашылығы болды. 2019-да мен 25-те болдым, 26-ға енді жақындап келе жатқан шағым. Ол да 22 жасында болды. Dürüst olmak gerekirse hiç olmadı. Yaş konusunda herhangi bir problem. Hiç düşünmedin mi yani? Hiç düşünmedim. Çünkü aramızda büyük bir yaş farkı olmadığı için düşünmedim. Эргюн айтып жатыр, жалпы жас айырмашылығы ешқандай да бір ой тудыртпаған екен оған. 3 жас енді ондай үлкен деп көрмеген екен басынан бастап. Енді мен үшін кішкене болды әрине. Қыз баласы көбіне мән береді ғой, жігіттің өзімен жасты немесе үлкендеу болғанын қалай ақыл айтсын деген сияқты. Бұл кішкентай әлі жасы кіші жігіт мүмкін әлі несерьезно дейді ғой, сондай бір көзқараспен қарайтын шығар деген сияқты ойларда болды. Енді мынандай сұрақта қызықтыратын шығар сіздерді, жалпы бір-бірімізді қандай қасиеттер үшін ұнаттық, таңдадық дегендей. Sabırlı olmalı. Ben sabırlı mıyım? Çok sabırlısın değil Sarkazm mı?
Ne için gerçek olarak? He? Gerçek olarak ne için? Sabırlık. Var mı bence öyle bir şey? Sanki yok gibi. Sende sabırlık var. İçinin güzel olması, temiz olması. En çok onu seviyorum. Senin sıcakkanlı birisi olmanı, çok bir iletişim kurmanı, birçok alanda ortak özelliklerimiz olması, doğru eş olduğunu düşündüğüm için dürüst yoldaş. Bir кандай қасиеттерім үшін ұнаттың деп сұрап жатырмын ғой, соған айтады сабырлы болғанымды дейді да. Соң өз өзіме сенбей жатырмын ғой, мен сабырлымын ба деп. Негізі өзімді енді білмеймін, сырт көзге кейбіреулер сабырлысың деп айтып жатады, бірақ өзіме ондай болып көрінбеймін. Сабырсыз да адам емеспін жалпы, бірақ бір ортада. Бірақ енді басында мүмкін сондай сабырлы болып көрінген шығармын. Сабырлы. Содан соң адамдармен жалпы жақсы тіл табысып кете аласың, сосын жалпы жылы көзбен қарайсың, сосын сол қасиеттерін ұнатыпты. Одан кейін жалпы ішкі жан дүниең маған әдемі болып көрінді дейді Эргюн. Жалпы андай қарым қатынасқа ашық болғанымды ұнатқан негізінен. Жалпы енді өздеріңіз де көріп жүрсіздер ғой, өзім ашық адаммын, тұйық емеспін мүлдем. Енді мен де міндетті түрде жігіттің әрине сол жасқа дейін жүргенімде әрине жігіттерге қарап әртүрлі. Енді мен шынымен де сабырлығына қарадым. Оның өйткені бұрынғы ара қатынастарда бір болды сондай жағдайлар, жігіт кішкене сабырсыз болған кезде мен де ондай сабырсыздау болған соң үйлеспей жататын едік. Эргюн шынымен де маған сабырлы болып көрінді. Ер азаматқа тән қасиеттері бар, өзінің сөзінде тұра біледі, сосын жаңағы қыздарға көңілін бөле біледі. Енді шыны керек бірге жүрген кезде барынша көңілін бөліп, романтик дегенде барлық қыздарға енді ұнайтын қасиеттер ғой. Романтик. Сен романтиксің да? Романтик değil. Сен романтиксің ба деп сұраған кезде жоқ деп айтатын, бірақ жүрген кезде өзінің көңілін білдіріп, мейрамдарды ұмытпай, өзі мына жақта Түркияда жүрсе де маған Қазақстанға сыйлық жіберіп, әрқашан звондап, күніне 3-4 рет жазып, қайырлы таң, қайырлы түн деп жаңағы күннің ортасында да қалайсың, барлығы жақсы ма деген сияқты. Енді былай ішкі жағына қарап келген кезде маған өте ұнағаны, оның ата-анасына, туысқандарға жақын болғаны өте ұнады. Өйткені бізде Қазақстанда негізінен өз отбасыма өте жақынмын. Бұл өмірде негізінен отбасы өте маңызды, тума-туыстар, ең жақын деген тума-туыстар өте маңызды деп есептеймін. Олармен әрқашанда жақсы қарым-қатынаста болып, қамқорлық жасау керек деп ойлаймын. Сол жағы әңгімелерінен байқағаным ата-әжесі, енді ол кезде әлі ата-әжесі тірі болған, мамасы жағынан, әкесі жағынан туысқандармен жақсы араласады екен. Той-томалақ болсын, басқа бір жақсы кез келген бір уақытта жиналып, жаңағы барып қал жағдайын сұрап, сондай болғанын білдім сөйлесу барысында. Сол жағы маған өте қатты ұнады. Адами қасиет ретінде өте бағаладым. İkimizin de cesur olması. Çünkü kolay kolay hiçbir erkek yurt dışından kızla evlenmez ya da bir kız kolay kolay başka bir ülkeye gitmez. Doğru. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Эргюн айтып жатыр, екеумізді жаңағы ұқсайтын да жақтарымыз бар дейді да, соның ішінде жаңағы ең маңыздысы екеумізде жесур деген, храбрый, ержүрек дейді ғой, екеумізде ержүрекпіз дейді да. Өйткені неге ержүрек? Өйткені жаңағы оңай қызда өзінің туған жерін, туған топырағын тастап басқа елге көшіп кетпейді, және көбіне оңай жігіттер де жаңағы басқа жақтан келін алып келуге ондайға бара бермейді ғой. Енді ол да бір үлкен қадам. Сол жағынан екеуміз ұқсаймыз деп жатыр. Ержүрекпіз деп. Ол да шын шығар енді. Және де тағы бір өте ұнаған қасиеті, ол жеке кеңістігімді құрметтей біледі. Мысалға, уақытым жоқ деп жазсам, ол міндетті түрде кері неге уақытың жоқ, немесе неге жауап бермей жатырсың деген сондай әрекеттер танытпайтын да. Біз ара қашықтықта қатынас болған соң ондай бір мазамды алып, сен неге телефон көтермейсің, мен де қыз болғасын, қыздар кішкене ерке болады. Сондықтан басында бір жағынан сынадым, бір жағынан бір ұнатпай да кішкене әлі де сезім пайда болмай жатқан кезде кішкене енді мінез білдіріп, жаңағы
бір жазған кезде кейде жауап бермей, сол кезде мысалға ешқашанда неге жауап бермейсің деп ондай бір менен ұрыс шығарып немесе есеп сұрап ондай ешқашан болған жоқ. Сол жағынан ойладым мен, яғни болашақта отбасы болған кезде бір сөзбен айтқанда миымды жемейді дегендей сондай бір ой туындады. Енді ондайға қазір апармаймын ғой, жалпы отбасылық өмірде енді ондай телефон алмау, жазбау деген жоқ. Бірақ сондай бір сынап алған кезім болған. Сол 2019-да жаңағы алдымен көңіл білдіріп жүрді, содан кейін ұзақтан болса да жаңағы қарым-қатынас құрып көрейік деп шешім қабылдадық. Содан соң ол тағы да 2 рет Қазақстанға келіп кетті сол арада. 2019-ның соңында бір келді Қазақстанға мені көріп кетуге. Соң 2020-да пандемия басталды. Маусымның соңында жаңағы ең алғашқы 2 ел арасында жаңағы рейстер жанданған уақытта ең алғашқы күндерінде бірден билет алып ұшып келді. Сол кезде жалпы маған ұсыныс білдірді. Осы болашақ жарым боласың ба деген секілді. ...2020-ның күзінде бізде Қазақстан жағында қыркүйек айында ұзату болды, қазан айында Түркия жақта. Енді той болмады, өйткені пандемияның әсерінен Түркия жағында той болған жоқ, өйткені өте қатал жаңағы ережелер болды. Енді қазақтармен салыстырамыз ғой тағы да. Біз енді қазақтар қазақшылдыққа салып, пандемия болсын, басқасы болсын деп той жасап жаттық. Бізде шыны керек қыз ұзату жабық режимде тығып жасаған болатынбыз. Жақта да негізінен той болатын еді, ресторан жаңағы жалдап барлығын әзір тұрған болатын. Құралдары қатал болып, жаңағы той жасауға тіптен жол бермейтіндей жағдайда болған соң, бізде той болған жоқ, кішігірім қонақтық ретінде өтті. Жалпы қосылғанымыздың қалай болғанын түсіндіріп өттік. Енді әрине заңды сұрақ, қарсы болғандар болды ма жалпы арақатынасқа, үйленуге? İlişkimizde, evliliğimize karşı olan ailemde ya da akrabalarımda olmadı, çevremde olmadı. Herkes destek verdi. Ailem zaten benim kararlarıma saygı duydukları için ne istersen onu yap dediler. O yüzden benim tarafımda herhangi bir karşıt olmadı.
Çünkü benim için biraz daha kolay. Ben kız aldığım için benim için karşıt olan olmadı. Эрген айтады, мен енді өзім қыз алып жатырмын ғой, қызды ана жақтан жаңағы Қазақстаннан, сонау Қазақстаннан алып келе жатырмын, сондықтан да келін болатын, қызмет ететін қызды алып келе жатқандықтан тек қуанды дейді, ешқандай бір қарсылық болған жоқ дейді. Менде де солай негізінен, бірақ енді басында айтып өттім ғой, анам кішкене уайымдады. Ол жақтың дәстүрі, салт дәстүрі, мәдениеті, тілі бөлек, сен тіл де білмейсің, басқасы қалай ол жаққа үйренесің деген бір уайыммен басында кішкене қарсылық емес, ол бір уайымнан туындаған қабылдамау секілді болды басында. Бірақ содан кейін сөйлесіп кеткеннен кейін ондай сұрақтар туындаған жоқ. Бір-бірімізді ұнататынымызды айттым. Ата-анам жалпы маған сенеді. Мен негізінен әкем біраз қарсы болады деп қорықтым. Жаңа таңғаларлықтай жағдай болып, әкем ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Ол тек айтты, мұсылман екен ғой, түрік, өзіміздің мұсылман бауырымыз, жақсы қараймын деп сөйтіп қайырды қысқасынан. Папам негізі білетін үйренгенімді, былай таниды, заочно дейді ғой, заочно танитын. Сондықтан бұрында да ол жаңағы бір ойын ретінде айтатын, осы үйренгенге тұрмысқа шығып кететін сияқтысың ау деген сияқты бір ойын сияқты тиісіп кейде айтатын. Бірақ ол кезде айтатынмын, жоқ, ондай ештеңе болмайды, біз жай ғана доспыз деп. Шынымен де ешқандай бір 2019 жылға дейін 4 жылдың арасында енді интернеттен сөйлесіп жүрміз ғой, WhatsApp болсын, жаңағы әлеуметтік желі болсын, ондай бір ешқашан романтикалық сипаттағы әңгіме бір сондай ешқашан болған жоқ. Ол романтикалық сипаттағы әңгіме тек сол 2019 жылдан бастап шыққан болатын. Тағы да бір айта кететінім, менің өте жақын құрбым бар, есімі Бану. Бану, көріп жатсаң, саған сәлем. Осы 2017 жылы Ерген Алматыға келген кезде сол Бану деген құрбым айтқан болатын, екеуің жалпы сырттай өте жарасымдысыңдар, неге сөйлесіп көрмейсіңдер деген секілді, екеуің бір жақсы жұп болатын секілдісіңдер деп ойын айтқан болатын. Ол кезде де мен күліп жауап бердім, жоқ, ол менің талғамымдағы жігіт емес деп сөйтіп күлген болатынмын. Жалпы біз доспыз, ондай ешқандай бір ой жоқ, менің талғамымдағы жігіт емес деп сөйтіп жауап берген болатынмын. Содан кейін енді 5 жылдан кейін бірақ қалай үйленіп кеткенімізді де түсінбей қалдық. Енді қайтып жалғастырсам, осы кейбір туысқандардан енді кейде бір естіп қаласың ғой, бір әңгімелер болды, енді оларда уайыммен солай басқа елге қалай кетіп бара жатыр дегендей, қазақ жігіт табылмады ма дегендей әңгімелер болды. Бірақ ол да бір ұзақтан болған әңгіме, ешкім келіп наразылығын білдіріп, ондай ештеңе айтпады. Тек жаңағы қалай болады екен деген бір уайымнан туындаған әңгіме болуы қажет. Екі жақта да жалпы рұқсатын берді деп айтсақ болады, ешқандай бір қарсылықсыз. Тағы да бір сұрақ мүмкін қызық болатын шығар сіздерге, жауабын білген. Арамызда таныстық барысында қандай да бір қызықты жағдайлар, қызықты оқиғалар болған шығар деген бір сұрақ туындауы мүмкін. Енді басты есімде қалғаны соларды бір еске алып өтейін. Жалпы мен бірінші рет сол Стамбулға келген кезімде алдында бір күн бұрын қатты беліме салқын тигізген болатынмын. Жұмыста жүріп жаз уақыты болған соң, мына кондиционер дейді ғой, сол кондиционер жаңағы жұмыс жасап тұрып қатты суық болды кабинеттің іші, соны салқын тиіп кабинетте сол Стамбулға келгенде қатты белім ауырып жүрді 2-3 күн. Менің жағдайыма кіріп, менің жаңа сумочкам, қолымдағы сумочкамды ұстап жүрген болатын, саған ауыр болмасын деп. Сосын жаңа музейлерде бір қыдырып кішкене отырайыншы деп отырған кезде жаңа белім ауырып барады деп айтқан кезде, енді ауырып тұрған жерін кішкене басып, кішкене жақсы сезінсін деген ниетпен сондай әрекеттерін, жылы қамқорлығын көрсетті. Тағы да енді бір қызық жағдай орын алған. Жалпы біздер қыз бен жігіт болып енді ресми түрде жаңағы сөйлесіп бастаған кезде қыс уақытында айттым ғой, жаңа 2019 соңында Ерген келді қыдырып. Енді білмейді ғой мына жақтың бағалары қандай, сосын жаңа ақшасын маған беріп қойды. Ал жүрген жерде қаласаң сен төлеп жүрші, мен бәрібір қазақ, сіздің ақшаңызды түсінбеймін қалай болатынын, сен төлеп жүрші деп ақшасын беріп қойған болатын. Медеуге бардық сол қыста. Коньки соны алып жатырмыз. Соны кассирдегі апай ғой, қазақ апай айтады, қызым қарап тұрды да маған, қызым қасындағы жігітің ғой,
Бірақ негізі қыздың төлегені дұрыс емес, ана жігіт неге төлемейді? Біздікілер енді өте любопытный сондай ғой. Әпке негізінен жігіттің ақшасы менде ғой, мен ұстаймын ғой ақшаны деп, сол кезде ол апай таң қалып күліп алған болатын. Солай ма, дұрыс қызым, дұрыс, қазірден бастап солай болу керек деп. Ол да бір сондай бір қызық жағдай есіме түсіп отырған. Жалпы қызық жағдайлар өте көп болды. Қазақстанға 2017-де әлі дос болып жүрген кезде, келген кезде ең алғаш рет Ерген жылқы етін жеп көрді. Сол қазыны жеп көрді. Содан кейін настроениесі түсіп кетті нәскидің түбіне. Sen bunun düştü değil mi o günü? Yedin, ondan sonra bir türlü oldun. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ki. O yüzden bir şey demiyorum. Ergen Aradan çok uzun zaman geçti. Ergen ұмытып қалыпты негізінен. Мен өте жақсы есімде. Сол бір ғана қазыны 4-5 жаңа тілім болды да, жаңа қазы пловтың жанында. Соны жаңа біреуін жеді де көңіл күйі түсіп, соны ойладым енді шамасы жылқыны аяп кетті ма деп жаңа кесілген. Соны ойладым, бірақ содан кейін қинаған жоқпын, жегісі келген жоқ. Содан кейін қалған қазыларын өзім жинап теріп алдым да жеп алдым, мәз болып. Түріктер негізі жылқы жемейді ғой. Негізі каналымда көрмеген болсаңыздар, достар, каналымда видео бар. Менің түрік отбасым алғаш рет жылқы етін жеп көрген, соның реакциясын түсірген болатын. Қарағыларыңыз келсе, жаңағы бұрышта сілтемесін қалдырып кетемін видеоның бұрышында, немесе описаниесінде да қалдырып кетермін. Ерген, сен қатырылıyor musun öyle bir ilginç situation'lar? Ben hatırlamadım şu an dediğim situation. Біздің Ерген жалпы бірдеңе мазмұндап айтуға ондай көп жоқ. Сондықтан да енді арамызда болған бір қызықты қандай ситуациялар есіне түсті десем, соны айта алмай отыр. Hatırlamıyorum де. Есінде жоқ деп. Енді қинамай-ақ қояйық. Негізі есінде бар ғой, просто оны бәрімен бөлісу қалай болады деп ойлап отырған шығар, да? Иә. Иә. Тағы да достар, мүмкін сіздерді қызықтыратын сұрақ. Біз үйленгеннен бұрын қандай мәселелердің басын ашып алдық? Яғни қандай мәселелерді ертеректен шешіп, осылай болады деп. Енді біздер жалпы Ергенде мен де андай адамдармыз, барлығы планмен бізде, да? План seviyoruz, doğru mu ikimizde? Иә. Стратегик инсаныз. Tabii ki. Стратегияны жақсы көреміз, барлығын пландаймыз, барлығы регулярно жаңағы соны жақсы көреміз. Ол да сондай, мен де сондаймын. Сондықтан үйленгеннен бұрын әрине біз бір қатар сұрақтардың басын ашып алу керек болды. İlk önce nerede yaşayacağımız. Benim işim burada olduğu için, ailem de burada olduğu için burada yaşamak daha benim için daha şeydi, nasıl diyeyim, daha iyi olacağı düşündüğüm için burada kaldık. O şekilde soruları aramızda hallettik. Diğer soru olan da kiminle oturacağım? Burada çoğu insan geliniyle birlikte oturmuyor ama ben ailemle birlikte oturmayı tercih ettiğimi, Saltanat da bunu çok iyi karşıladı. O da kabul etti. Diğer bir başka konu işte anlaşmamız. 6 ayda bir Kazakistan'a gönderiyorum. Doğru. Onu iyi hatırlıyorsun. Başka yoktu dediğin oydu. Ерген айтып жатыр ғой енді. Алғашқыда енді ашып алған сұрақтарымыз ол қай жерде тұрамыз, қайда, Түркияда ма, Қазақстан? Әрине Түркияда тұратынымыз ол түсінікті болды, өйткені Ергеннің өзінің жеке кәсібі бар. Сол жеке кәсіп болғандықтан, енді мен болсам, мен үкіметке жұмыс істедім, мемлекетке жұмыс істедім. Мен енді шыны керек маған қарағанда енді оның жеке ісі болғандықтан, ол да өзі айтты, мен жеке ісім болғандықтан, енді бастап жүргізіп жатқандықтан осы Түркияда жұмыс істеймін. Бір жағынан, сондан да осы жақта тұрғанымыз дұрыс деген сияқты айтты. Ерген айтты жаңағы, енді басында өзіміздің пәтеріміз болғанға дейін, өзіміздің жеке үйіміз болғанға дейін ата-анамызбен тұрайық, ата-анамызбен бір жағынан жақындасасың дегендей, сондай бір жағынан енді өзіңді үйде жеке қалдыруға қорқамын деген сияқты бір сұрақтар болды. Соны айтты, бірге тұрамыз ата-анамызбен деп. Сосын мен де айттым, жарайды, өте жақсы тұрайық деп. Senin için daha güzel oldu çünkü daha iyi adapte oluyorsun. Doğru. Айтып жатыр, саған жақсы болды ата-анаммен тұрған, тезірек үйреніп кеттім Түркияға. Өте дұрыс айтады, өйткені мен келгенде шыны керек
келін болып түскен кезде түрік тілін мүлдем білмейтінмін. Мераба, яғни саламатсыз ба дегеннен басқа сөз білмейтінмін. Басында енді енемен Google переводчикпен сөйлесіп, сондай жағдайлар орын алған. Енді қанша күлкілі естілгенімен шынымен де тіл білмей келдім, мәдениетті де білмей келдім. Енді Түркияға тұрмысқа шығамын деп бір дайындықсыз келгендей болдым. Енді оны шыны керек, оны мойындау қажет. Осы отбасымен, ата-енемен тұрған бір жағынан сол жақсы болды. Әрбір жарты жылда мені Қазақстанға жіберіп тұрасың, мен үйге барып келуім керек. Енді кем дегенде 6 ай ғой, енді одан да жақын арада кетуге мүмкіндік болса, әрине ол уақытта да барып тұрсам күшті болатын еді. Бірақ енді ең кем дегенде жарты жылда жіберіп тұрасың деп айттым. Енді Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, ерген сөзінде тұрып жатыр. Және де ендігі баратыным енді 6 ай болмайын деп тұр, өйткені біз көріп отырғаныңыздай, бізде жаңағы жақын арада отбасымыз толғайын деп жатыр, тағы бір мүшеміз қосылайын деп жатыр. Сондықтан да осы баламызды аман-есен құшағымызға алып, кішкене сүйектері қатайып алғанша, енді біз сондықтан да сол уақытты күтіп, содан кейін бір баратын ойым бар Қазақстанға. Бірақ негізінен жалпы сөзінде тұрып, мені барынша жіберіп жатыр, үйге барып кел, демалып кел депті. Мен білемін, жалпы анасы діни адам, менің енем. Әпкесі де дәл сондай. Әпкесі де жаңа намаз қылып орамал тағады. Соны біле тұра, менде басында бір қорқыныш болды. Мен де келін болып түскен кезде маған сондай бір шарт қоям екен. Келін болған соң сен де орамал тақ, сен де ұзын ки, сен де намаз оқы деген сияқты. Сондықтан да менің талаптарымды үйленгеннен бұрын қойып алдым. Ол талапты айттым, егер де біз үйленіп, үй болып, отбасы болып, шаңырақ көтеріп бірге болатын болсақ, егер солай қалайтын болсаң, онда мені осы қалпымда қабылда деп айттым. Үлкендерге құрмет бар, жаңағы санды жалтыратып жүре алмайсың ғой, үлкен кісілердің, ата әжелердің алдында. Әрбір жерге барған кезде өзінің этикеті болады ғой, киім үлгісіне, соны сақтауға тырысамын. Енді шыны керек, орамал мүлдем тақпаймын емес, үйде тамақ пісірген кезде гигиеналық тұрғыда шашым тамаққа түсіп кетпесін деген мақсатта орамал тағатыным бар. Демократиялық ұстанымдардағы отбасыға тап болдым десем болады. Жалпы біздің таныстығымыз туралы видео сізге ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаған болса, видео лайктарыңызды баса кетіңіздер. Бір сұрақтарыңыз болса, егер де осы видеоның астына комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жақсы күндерде жүздесе берейік, сау болыңыздар. Sağ olunuz.